Әскерге бардық. Сол 98 жылы жұмыссыздық болды. Сол ауырып қалдым. Содан кейін тәуіпке бардым. Емшілерге бардым. Исаның киносын көріпті. Мен ол кезде түсінбеймін. Ол жерде поп жоқ, ол жерде крест жоқ. Алыс жаққа тығып тастадым. Ақшаға сатылып кеткен, дінін сатқан деп айтқан кезінде. Қазір айтпайды. Ассалаумағалейкум бауырластар. Мен есімім Дүйсенғали, Жамбыл облысына Меркі ауданында дүниеге келгем. Сол көп отбасы семьяда өстім. Сол мектепте оқыдық. Сол кезде Совет одағы кезінде әскерге бардық. Сол әскерден келдік. Сол өзім Алла деп Құдайға сенетім. Бірақ Алла қандай екенін түсінбейтім да. Ол қандай Алла? Ол айда ма, ол жұлдызда ма? Бұтта, қайтыс болған адамдардың бейіттері болады үйдің жанында. Сол жерде ма Алла? Деп әрбір бұтты Алла деп өзім қабылдайтым, сенетім. Сол 98 жылы ізгі хабар естідім мен көктем айында. Сол сәуір айы болатын. Сол кезде мен Таразда жұмыс істеп жүріп, ауылға келген кезде мен інім 74 жылғы сол Исаның киносын көріпті. Көрші бауырластар кепті Тараздан, сенушілер. Солар Исаның киносын көріп, ол маған жүгіріп келіп айтып жатыр. Ана жерде Тараздан бауырластар, ел достар, тағы балалар кеп кино көріп жатырмыз. Кино көрдік Исаның видеокассета деп. Мен оны мән берген жоқпын, қатты былай. Жақсы деп қойдым. Содан кейін келесі күні бір бауырым келіп, елдос бауырым маған ізгі хабар айтты. Сол Иса Масих бар, осы әлемнің құтқарушысы деп. Мен ол кезде түсінбеймін, ол Иса әлі де орыстың Құдай деп. Ішімде солай ойлайтым. Содан кейін ол айтты, жоқ, ол жерде сен ешкім байлап қоймайды. Ол жерде поп жоқ, ол жерде крест жоқ, Исаның суреті жоқ, Мария шешесі, ондай суреттер жоқ. Өз еркін деді ол. Барсам, барасың, бармасам, бармайсың. Бірақ құтқарушы ол Иса Масих деді. Сол адресін берді маған. Содан кейін мен адресті алып алыс жаққа тығып тастадым. Сумканың астында жатты ол. Алған жоқпын оны, 2-3 ай жатты. Соны Таразға кетіп, жұмысымыз істеп, сөйтіп жүргенде біздің жұмысымыз сокращение болды. Жұмыссыздық болды сол кезде, 98 жылы көктем айында. Содан кейін тағы да сол кішкене ауырып қалдым. Ауырып, ұйқы безі, ұйықтай алмай. Сол 1-2 ай сөйтіп жүрдім. Түнде көп ұйықтай алмай сөйтіп қиналып жүрдім. Бізде жұмыс жоқ. Әшейін былай подработка жасап жүрдім. Содан кейін тәуіпке бардым. Емшілерге бардым. Сол бұрынғы дәстүр бойынша бізде. Олар бір сүт, бір кофе, бірдеңке қайнатып, соны іш деді. Жақсы боласың деді. Бір аптада іштім, ешқандай өзгеріс жоқ. Содан кейін мен түсіндім, что ешқандай әсер етпейді денсаулығыма, жазбайды ауруымды. Тастадым оны, лақтырып тастадым. Содан кейін бөлмеде жатқан кезде, сол жұмыс жерде жатып жүрдім. Сол кезде Құдай маған сол адресті көрсетті маған. Осы адреске бар деген ішкі дүниемде, ішкі жүрегімде Құдай сөйлеп, сол өзінің киелі үйіне шақырды.
мен ойланбастан түнде азанмен тұрып, киініп, жақсы киімдерімді киіп, сол адреспен ерте тұрып шығып кеттім. Сол Құдайдың үйін іздеп. Содан кейін кетіп баратырмын, ол жаққа біраз жер, қалған шет жағы. Содан кейін автобуста бауырластарды кездестіріп, сол жерде сенушілер екен, сол қауымға баратқан. Сұрасам, солар сол қауымға баратыр екен. Барсам, сол бауырластар жүр, қауымда. Мен танитын бауырластар да бар. Сол киелі үйге келіп, Құдайдың сөзін естіп, сол күні. Келесі күні шақырды мен тағы үлкен жиналысқа. Мен ойланбастан келем дедім. Ертесінде бардым. Көп адам қауымда. 100-ден аса қауымда, 100-ден аса адам бар екен. Сол күні мен бізді тәубеге шақырды бір кісі, бағушы. Онда білмеймін, кім бағушы, кім не. Мен шыққым кеп тұрды да, бірақ адам көп. Бірақ шықтым да, есімде бір бала шықты, жас бала. Бір әйел шықты, мен үшеуміз тәубе етіп, күнәміз кешірім сұрап. Менде сол бір сенім болды жүрегімде, что осы Құдай мені құтқарады. Ешкім айтқан жоқ, сені сауықтырады деп ол кезде. Жақсы боласың деп, байлық береді саған, дүние береді деп айтқан жоқ ешкім. Менде сенім болды, мен осы Құдай, осы дұрыс Құдай. Осы мені құтқарады, мені сауықтырады деген ол сенімді де түсінбеймін ол кезде. Маған Иса Масих бостандық берді. Күмбезге өлген адамдардың бейіті, соғанда табындық қой біз. Молда, жұлдызға, айға, ай туса, соған табындық. Солар бәрі біздің Құдайымыз болды, менің Құдайым болды. Тұмар тағып жүрдім мен көп жылдар бойы. Біріншіден Құдай маған сол Иса Масих құтқарушы бостандық берді. Сауығу берді, сауықтырды, ешқандай дәрісіз. Мен жақсы ұйықтаймын, Құдайға шүкір. Көп ауруларымнан азат етті, сауықтырды. Адам болған соң ауырамыз ғой, қандай сенуші болсақ та, сенбеуші болсақ та ауырамыз. Бірақ Құдай әрқашанда көмегін береді, сауықтырады, сенесің, сыйынасың. Иса Масихке сенгеннен кейін рухани мектепте оқу бітірдім бір жыл. Сол Құдайды зерттедім, Иса Масих, Құран болды арасында. Соны зерттедік. Сол оқуын бітірдім. Сену керек та құтқарушыға, ол келген біз үшін. Оны көп адамдар зерттемей чоғынып кеткен, ақшаға сатылып кеткен, дінін сатқан деп айтады маған. Айтқан кезінде, қазір айтпайды. Олар көрді да, ешқандай менде сатылып, бір туғандарым сатып, бір ақшаға, дүниеге, басқа ұлтты, басқа мұсылман болсын, басқа ұлттарды мен бәрін құрметтеймін. Мұхаммедті, басқа пайғамбарларды құрметтеймін. Бірақ Иса Масих жалғыз құтқарушы, одан басқа ешкім құтқармайды сізді.